Қазір микрочипсіз электронды құрылғы кем-дегем ұялы телефон, компьютерден бастап автокөліктерге дейін қамтылған. Тіпті адамдарға арналған электронды импланттар медицинада кеңінен қолданылады. Олардың көлемі әртүрлі. Нарықта ұстап көруге болатыны да иненің көзінен өтетіні де жиі кездеседі. Ғылымның бүгінгі шығарылымында микросызбаларда сөз өтеміз. Микрочип тапшылығы әлемдегі автоөндірістің дамуын тежеп отыр. Кей тәуелсіз сарапшылардың дерегіне қарасақ, биыл жартылай өткізгіштердің жетпеуінен көлік саны 4 миллионға кем шығарылған көрінеді. Осының салдарынан көптеген компания шығынға белшеден батты. Тапшылық бар жерде бағаның да өзгеретіні белгілі. Мәселен, осыған дейін 1,5-2 еуро тұратын чиптер қазір 50 еуродан саудаланып жатқан көрінеді. Көліктегі чип қозғалтқыштың жекелеген параметрлерін өзгертеді. Ол негізінен қуатты арттыру мақсатында қолданылады. Кейде жанармай тұтынуды азайту үшін де пайдаланылады. Бір сөзбен, қозғалтқышты басқару бағдарламасына өзгеріс енгізуге арналған. Чип тюнингті қозғалтқыш қуатын арттыру мақсатында қолданудың бірнеше кемшілігі бар. Біріншіден, кепілдік мерзімі азаяды. Сондай-ақ қозғалтқыштың басқару қорабының және өзгеде агрегаттардың жұмыс істеу уақытын қысқартады. Қозғалтқыштың экологиялық жүйесінде ақаулар пайда болады. Осыған байланысты көлікті тексеру, жөндеу жұмыстары жиілей түседі. Дегенмен чиптер заманауи автомашиналардың ажырамас бөлігіне айналды. Чип дегеніміз жартылай өткізгіш төсеніште орнатылған электронды сызба. 1952 жылы Джеффри Даммер есімді британ радиотехнигі көптеген стандартты электронды компонентті жартылай өткізгіш қасиетке ие монолитті кристалға біріктіру идеясын ұсынды. Алайда ол кезеңде бұл бастаманы жүзеге асыруға технологияның жеткілікті дәрежеде дамымауы қол байлау болды. 1959 жылы америкалық корпорацияларда жұмыс істейтін 3 маман интегралды сызбаны жасауға кедергі келтірген 3 мәселенің шешімін тапты. Джек Килби біріктіру принципін патенттеп сызбаның алғашқы үлгісін жасады. Курт Лиговец бір жартылай өткізгіш кристалда жасақталған компоненттерді электрлі оқшаулау тәсілін ойлап тапты. Ал Роберт Нойс интегралды сызба компоненттерін өзара электрлі байланыстырудың жолын анықтады. Используют его, во-первых, везде. Оны барлық жерде қолданады. Біз күнделікті тұрмыста тұтынатын электронды құрылғылардың барлығына жуығы чиптің негізінде жұмыс істейді. Оны кернеуді басқару, алгоритмдерді есептеу сияқты функцияларды атқарады. Тіпті шаш кептіргішті қосу осы чиптің көмегімен жүзеге асады. Чип ақпаратты өңдейді, сосын құрылғы жұмыс істеу үшін тоқты өткізеді. Әлемдегі ең кішкентай микрочип иненің көзінен өтеді. Оны жасаған Колумбия университетінің мамандары алдарына барынша көп функцияны шағын ғана чипке сыйдыруды мақсат еткен. Нәтижесінде микроскоппен ғана көруге болатын микросызба жасап шығарды. Оның көлемі 0,1 текше миллиметрден де аз. Құрылғымен сымсыз байланыс орнату үшін зерттеушілер ультрадыбыс қолданады. Себебі чип үшін электромагнитті толқындар тым ұзын. Ол температуралы сенсормен жабдықталған. Бұл микрочиптің көмегімен түрлі медициналық өлшемдер жүргізуге мүмкіндік береді. Классификации чипов очень... Чиптерді көптеген санатқа бөлуге болады. Мәселен, оларды жасалған элементіне қарай бөліп қарастырамыз. Жартылай өткізгіш төсеніш кремний, иридий және өзге де металдардан жасалуы мүмкін. Бұдан бөлек, чиптерді өңдей алатын ақпаратына қарай бірнеше санатқа жіктей аламыз. Бұл ақпараттар цифрлық немесе аналогтық болу ықтимал. Қазір цифрлық микрочиптер кеңінен қолданылады. Неғұрлым кішкентай болған сайын соғұрлым тиімді. Олар цифрлық ақпаратты өңдейді. Әлемдегі ең үлкен чиптердің бірі 2019 жылы халықаралық конференциялардың бірінде таныстырылды. Жасанды интеллектке арналған құрылғы 1,2 триллион транзистордан құралады. Бұл бір микросызба үшін ең жоғары көрсеткіш болып саналады. Чипте 400 000 ядро бар, жады 18 гигабайт. Осы көрсеткіштердің арқасында жасанды интеллектті бірнеше минуттың ішінде оқытады екен. Сейчас очень много на рынке электроники. Қазір нарықта жартылай өткізгіш құрылғыларда жұмыс істейтін электроника көп. Олар микросызба, транзистор, тұрақтандырғыштардың көмегімен іске қосылады. Олар телефонда да, ғарышта да, медицинада да кездеседі. Біз әлі микросызбаларды көп қолданамыз. Қазір микрочиптер орнатылған әлемдегі ең көп таралған құрылғының бірі ұялы телефон. Мәселен, соңғы жылдары ірі компаниялар өз өнімдерін қауіпсіздік чиптерімен қамти бастады. Оларды телефондағы өз алдына бөлек кішкентай компьютер десе де болады. Олар көлеміне қарамастан өздерінің операциялық жүйесін қолданады. Бұл чиптерді қосалқа процессор деп атайды. Во всем мире где-то... Әлемде 2005 жылдан бастап экологияны қорғау мәселесі назарға алынып, қорғасынсыз қыздыру технологиясы қолданылады. Олар қатты қыздыруды немесе арнайы қондырғыны қажет ететін
микросызбаларға қатысты. Мәселен, мен қазір микросызбаны термофеннің көмегімен алам. Сондықтан ол баяу ериді. Бұларды ауызекі тілде чип деп атайды. Алайда олардың дұрыс атауы интегралды микросызба. Мен бөліп алған микросызба флеш деп аталады. Телефонның жұмыс істеу қабілеті осыған байланысты. Себебі онда барлық мәлімет сақталады. Ал мына шағыны процессордың өзі. Микрочиптер әлем елдерімен қатар Қазақстанда да жиналады. Сонда телекоммуникациялық компаниялардың біріне бас сұқтық. Мұнда интернет қондырғы құрастырылады. Жыл өткен сайын ғаламтор жылдамдығы мен мүмкіндігі кеңейіп отырғандықтан бұл құрылғыға қойылар талап күшейді. Сондықтан компания жоғары сапа мен параметрлерге ие чиптерді қолданады. Бұл өнімнің өткізгіштік қасиеті мен қуатын арттырады. Микрочипы создаются из... Микрочип радиокомпоненттерді күрделі логикалық тізбекпен байланыстыратын микросызбалардан жасалады. Әр логикалық тізбектің өз мақсаты бар, яғни бір іс-әрекетке жауап береді. Мәселен, кей чип байланыс желісінің ішіндегі мәліметтердің бағытын анықтайды. Сол сияқты құрылғылар да, ондағы чиптер де әртүрлі болады. Біз күрделісін пайдаланамыз, себебі біз желі ішінде ақпарат тасымалдайтын қондырғы жасаумен айналысамыз. Өндірісте чиптің бірнеше түрі қолданылады. Тіпті олар бір құрылғыға қатар орнатылады. Яғни микрочиптер комбинациясы пайдаланылады. Әр чиптің өз міндеті бар. Мәселен, біреуі 5G категориялы Wi-Fi желісіне қосылуға мүмкіндік береді, ал енді бірі 2G санатындағы желіге қосылуға жағдай жасайды. Осы чиптердің арасындағы байланысты орталық процессор қамтамасыз етеді. Сондай-ақ ол мәліметтерді басқарады. Мы используем очень мощные чипы. Біз өте күшті, қуатты чиптерді қолданамыз. Мәселен, мен қолымда орталық процессорды ұстап тұрмын. Ол 4 ядродан тұрады. Бұл құрылғы бізге сымсыз және сым арқылы байланыс желісін ұйымдастыруға көмектеседі. Яғни LTE желіге қосылуға, нақтырақ айтсақ, ұялы байланыс желісіне қосылуға мүмкіндік береді. Бұл чиптен бөлек соңғы стандарттағы Wi-Fi микрочипі де орнатылған. Ол интернет жылдамдығын жоғарылатады. Бұдан бөлек деректер сақталатын чип бар. Оның көлемі өте шағын. Орташа есеппен бір өнімге 5-6 чип орнатылады. Зауытта бұл микрочипті тұтас болмаса да жекелеген бөліктерін жинауға мүмкіндік бар. Мәселен, өндірістік бөлімде басылым тақтайшасын шығарумен айналысады. Бұл жұмысқа бірнеше қондырғы араласады. Әрқайсында тақтайды өңдеуге орташа есеппен 10-20 секундтың аралығында уақыт жұмсалады. Мы делаем печатная плата. Біз басылым тақтайшасын жасаймыз. Бастапқы кезеңде тақтайшаға трафареттік принтердің көмегімен арнайы паста орнатылады. Әрі қарай технологиялық тізбек бойынша компоненттерді орнату қондырғысына жөнелтіледі. Біз микросызбалар, түрлі чиптерді, сызбада көрсетілген қосымша компоненттерді қондырамыз. Бұдан соң тақтайша балқыту пешіне жіберіледі. Яғни компоненттер қыздырылып, тақтайшаға жабысады. 6 мен 8 минут аралығында өнім дайын болады. Әлгі маман қолымен ұстап көрсеткен бірнеше чипті тақтайша осындай жолмен жасалады. Алайда ол бірден интернет құрылғыға орнатылмайды. Әуелі арнайы қондырғыда тексеріледі. Яғни оператор компоненттердің тақтайға талап бойынша орнатылуын, қыздыру сапасын көреді. Мы находимся сейчас на участке оптической инспекции. Біз оптикалық инспекция аумағында тұрмыз. Бұл қондырғыда басылым тақтайшасының сапасы тексеріледі. Қазір оның ішінде роутер тақтайшасы бар. Бұл прототип үлгі. Тексеруге бар жоғы 7 секунд жұмсалады. Яғни осы уақыттың ішінде барлық элементтің талап бойынша орнатылуы, олардың саны сияқты көрсеткіштер пысықталады. Бұл жұмыс автомат режимде атқарылады. Қазір біз тексеріске 6,8 секунд жұмсадық. Әрі қарай ол дайын өнім құрастыру кезеңіне, яғни монтажға жіберіледі. Қазір микрочиптер молекулалық биология мен медицинада кеңінен қолданылады. Жалпы ДНК чип дегеніміз бір тізбекте көптеген шағын молекула. Оларды ДНК зонд деп те атайды. Бұл зондтар ковалентті тәсілмен қатты негізге орнатылады. Бұл чиптер ДНК және РНК-ны анықтауға көмектеседі. Заманауи микрочиптерде геномды, яғни ағза жасушасында жинақталған материалдарды талдауға мүмкіндік бар. ДНК чипы. ДНК чиптері медицинаға да, сізбен біздің өмірімізге де жылдам енді. Жуырда ғана ол туралы арнайы мамандар ғана білетін. ДНК чиптері технологиясы бұрынырақта тек ғылыми сипатқа ие болатын. Қазір бұл технология күтпеген жерден медицинаға бейімделіп шыға келді. Яғни арнайы қондырғы жасалды. Олар чип деп аталатын мембрананың кішкентай бөлшектерімен жұмыс істейді. Оған химиялық тәсілмен ДНК-ның ұсақ бөлшектері орнатылады. Бұл ген қандай да бір аурумен байланысты болуы мүмкін. ДНК микрочип технологиясы бастауын Саузерн блоттинг тәсілінен алады. Бұл тәсіл бойынша ДНК бөлшегі белгілі бір тасымалдаушыға көшіріліп, оның құрамы нуклеотидтік реттілік бойынша анықталады. Алғаш рет түрлі ДНК бір чипке 1987 жылы біріктірілді. ДНК чипы, вообще говоря... ДНК чиптері медициналық диагностикада революция жасады. Бұл тығыздығы жоғары чип жасалған кезде басталды. Егер қарапайым чиптерде
бізге ақпарат беретін 1000 шақты ДНК бөлшегін қолдануға болса, тығыздығы жоғары чиптерде бұл көрсеткіш 10 миллионға жетеді. Бұл 10 миллион бөлшектің көмегімен ауруларға қатысты барлық генетикалық проблемаларды сипаттауға болады. ДНК чип технологиясы салыстырмалы түрде арзанырақ, ол көпшілікке қолжетімді. Бұл біртіндеп ақпараттық құралға айналып келеді. Бүгінге бар айтарымыз осы. Хабар 24 арнасынан ғылымда қарай жүріңіздер.